Мағариж сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Ақирет ақиқатына сенбейтін біреу, мазақтаған сыңаймен міндетті түрде болатын азап жайлы сұрады. Кәпірлерге арналған ол азаптың бетін ешкім қайтара алмады. Ол азап Алладан келеді. Өзіне көтерілген рухани сатылардың егесі болған Алладан. Міне сол сатылар арқылы періштелер және рух 50 мың жылға созылатын бір күнде оған, яғни Аллаға көтеріледі. Ендеше сен мүшриктердің зорлық зомбылығына игі сабырмен сабыр ет. Өйткені олар оған, яғни бастарына келетін азапқа, ақылға сыймайтын, мүмкін емес нәрсе деп қарайды. Ал біз оған міндетті түрде жүзеге асатын, әрі таяп қалған іс деп қараймыз. Ол күні аспан бейне бір балқыған мыстай болады, ал таулар түтілген түрлі түсті жүндей болады. Ең жақын дос, досының хал жағдайын сұрамайды. Бір-бірін көре тұра, әркім өз басымен қайғы болғандықтан, хал сұрасуға мұршалары болмайды. Өмір бойы күнәдан көз ашпаған күнәһар сол күннің азабынан құтылу үшін, мүмкін болса бауыр еті балаларын фидия ретінде беруді қалайды. Сондай-ақ, жан-жары мен бауырын, өзіне пана һәм қолғанат болған бүкіл әулетін, тіпті жер бетіндегінің бәрін беріп, қара басын аман алып қалуды көксейді. Жоқ, ол мүмкін емес. Ол жалын атқан от, теріні сылып түсетін от. Ол ақиқаттан теріс айналғандар мен бір Аллаға құлшылық етуден бас тартқандарды өзіне шақырады. Сондай-ақ Алла жолында әрі мұқтаждарға қайырымдылық жасамай дүние жинағандарды шақырады. Расында адам баласы шыдамсыз, әрі әрнеге құмар болып жаралған. Жамандыққа тап болса, налығыш келеді. Ал қандайда бір жақсылық, яғни мансап, билік, байлық, дариға алса, сараңдығы ұстап қалады. Алайда намаз оқитындардың жөні бөлек. Олар намаздарын үзбей оқиды. Қолдарындағы дүние мүліктерінде белгілі бір мөлшерде ақы бар екенін мойындайды. Қайыр тілеуден басқа амалы қалмаған пақырлардың, һәм қанша жерден мұқтаж болса да, елге алақан жаюдан қымсынатын мұқтаж жандардың ақысы бар екенін біледі. Олар дін күніне, яғни Алланың алдында есеп беріп жауапқа тартылатын күнге кәміл сенеді, һәм оны сөз әрі іс жүзінде растайды. Олар Раббыларының азабынан қатты қорқады. Сондықтан тақуалық аясында өмір сүреді. Өйткені Раббыларының азабына ұшырамайтындығына ешкім сенімді бола алмайды. Олар абирын, харамнан, күнәдан барынша сақтайды. Алайда адал жарлар мен иелігіндегі күңдерінің жөні бөлек. Оларға адал жарлармен және иелігіндегі күңдермен төсек қатынасына барған үшін айып тағылмайды. Ал кімде-кім мұнымен шектелмей, одан да арыға баруды көксесе, ондайлар шектен шығушылар. Сондай-ақ олар, яғни намазды үзбей оқитын шынайы мүміндер, қолдарындағы аманаттарына асқан жауапкершілікпен қарайды, һәм берген уәделерін толық орындайды. Олар куәлікке жүргендерінде куәліктерін дұрыс атқарады. Сөйтіп туралық пен әділдіктің туын көтеруге тырысады. Олар намаздарына ерекше көңіл бөледі. Яғни намазға алдын ала ниет етіп дайындалады. Әрбір намазды кемеліне келтіріп мінсіз өтейді һәм намаздан кейін пайдасыз бос істер мен күнә атаулыдан бойын аулақ ұстайды. Міне, соларға жәннат бақшаларында зор сый құрмет көрсетіледі. Әлгі күпірлік қылғандарға не көрінген? Мүміндерді мазақтап мұқату үшін сенен көз алмаған күйде жаныңа ентелеп жетіп келуде. Оң жақтан да, сол жақтан да топ-тобымен ентелеп жетіп келуде. Олардың әрбірі иман келтірмесе де, өзінше, егер жұмақ шынымен бар болса, оған кіруге бәрінен де мына мен лайықпын деген оймен, өзінің ағыл-тегіл нығметке толы жұмаққа кіргізілуін көксей ме? Жоқ, құр босқа дәмеленбей-ақ қойсын. Біз оларды өздері жақсы білетін, болмашы нәрседен, яғни шәһуат суынан жараттық. Сондықтан
барлық күншығыстың және барлық батыстың Раббысына серт. Біздің құдіретіміз әлбетте жетеді. Оларды өздерінен әлде қайда қайырлы болғандармен алмастыруға құдіретіміз толық жетеді. Һәм бұл мәселеде бізге ешкім бөгесін бола алмайды. Ендеше оларды жөніне қоя бер. Өздеріне уәде етілген мерзімді күндеріне тап болғанша, өздері дендеп бойлаған жалғанның саз балшығына батып, ойнап күліп жүре берсін. Сол күні олар қабірлерінен атып шығады да, бейне бір межелі жерге жетуді көксегендей лап береді. Үрейге толы көздерін жерден ала алмай, сор жеңіп, әбден қор болады. Оларға уәде етілген күн міне сол.